Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл декларация Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптастырудың саяси құқықтық негіздерін жариялады. Негізгі қағидаттары: Қазақстан аумағының тұтастығы мен қол сұғылмауы, ұлттық мәдениет пен тілдің қайта жаңғыруы. Президент республиканың басшысы болып белгіленді. Су, жер қойнауы, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі мемлекеттің меншігі деп танылды. Қазақстан аумағында ядролық және басқа да қару түрлерін сынайтын полигондар салуға тыйым салынды. Қазақ КСР өзінің ішкі әскерін, қауіпсіздік органдарын, ішкі істер органдарын құруға құқық алды. Осы декларацияның негізінде 1991 жылы мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң қабылданды. 1991 жылы КСР басшылығы жаңа одақтық шарт жасауға әрекеттенді. Бұл шарт одақтас республикаларға кең егемендік беруді көздеді. Алайда, бұрынғы тоталитарлық жүйені сақтап қалғысы келген күштер бұған қарсы шықты. 1991 жылғы 19 тамызда Мәскеуде төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитет құрылып, бүкіл елде төтенше жағдай жарияланды. Бұл оқиға тарихта тамыз бүлігі деп аталды. Бүлікшілер КСР-ны сақтап қалуды көздеді, бірақ халық пен одақтас республикалар оларды қолдамады. Тамыз бүлігі коммунистік партияның беделін мүлде түсірді және Кеңес одағының толық ыдырауын тездетті. Көптеген республикалар өз тәуелсіздіктерін жариялай бастады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңды қабылдады. Бұл заң Қазақстанды тәуелсіз, демократиялық, құқықтық және унитарлық мемлекет деп жариялады. Қазақстан өз аумағына толық ие болып, ішкі және сыртқы саясатын дербес жүргізу құқығына ие болды. Мемлекеттің шекарасы бөлінбейтін және қол сұғуға болмайтын деп бекітілді. Экономика саласындағы негізгі мақсаттар: әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканы қалыптастыру, экономикалық өзін-өзі анықтау қағидатын жүзеге асыру, ұлттық валютаны енгізу, тұтыну нарығын дамыту, шетелдік инвестиция тарту. Негізгі міндет: жоспарлы экономикадан қазіргі заманғы нарықтық экономикаға көшу. 1993 жылғы 15 қарашада ұлттық валюта теңге енгізілді. Мемлекеттік рәміздер елдің егемендігі, тәуелсіздігі мен халық бірлігінің белгісі. Мақсаты: тәуелсіздік пен аумақтық тұтастықты бекіту. Қазақстанның халықаралық беделін қалыптастыру. 1992 жылдың 4 маусымында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы заңдарға қол қойды. 1992 жылы 6 маусымда Алматы опера және балет театрында рәміздерді таныстыру рәсімі өтті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Мемлекеттік ту ортасында 32 сәуле тараған күн бейнеленген. Күннің астында қалықтаған дала қыраны бар көгілдір түсті тікбұрышты кездеме. Ағаш сабына бекітілген тұста ұлттық оюлармен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Күн, арай, қыран және ой өрнек алтын түсті. Тудың ені ұзындығының жартысына тең. Бірыңғай көгілдір түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді және Қазақстан халқының бірлік, ынтымақ жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк аспан барлық халықтарда әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының қазіргі әнұраны 2006 жылғы 6 қаңтарда қабылданды. Менің Қазақстаным әніне негізделген. Сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстанның ата заңы. Қазіргі Конституция 1995 жылғы 30 тамызда жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан, 99 баптан тұрады. Конституцияның маңызды тармақтары: Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде жариялайды.
Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық. Ол билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы, сондай-ақ өз билігін мемлекеттік органдарға беру арқылы жүзеге асырады.